Бельчикада март 22-сі терактның құрбанларыны аналар. Ел евелсі бомбаджи террористлер өзлеріні Брюксель ава лиманы ве метро янында патлатты. 2015 сенесі Паристе юз берген терактлардан сон Авропа мемлекетлері тарафындан алынған хавсызлық қарарларына бақмадан Бельчиканың уч ватандашы ислам девлеті террористик тәшкілетінің азалары ава лиманы ве метро вагонына патлав алетіні кірсетіп олды. Патлавлардан себеп 32 инсан әләк олды. Юзлерже яраланды. Бір чоқ мемлекет шу жүмледен Украина ось тәзиетлеріні білдірді. Хаттыра тәдбірлері Брюксель ава лиманында вешерінің ұзынде кечірілді. Әләк олғанларының хаттырасыны Бельчиканың қырал ве қыралечесі сүкунет даққасы еле анған. Мемлекет баш назиры терактны Авропа бірлігі үшін дерс оларақ адлады. Doğru hareket etkenini tuşunu bazı siyasiçiler, ekstremist, fundamentalist ve radikal mefkürenin inkişafına gayet dikkatsiz olgan. Avrupa demokratiyası ve dünya demokratiyaları için bir derstir. Demokratiyanı onun düşmanlarından korumak gerek. En sonunda düşman teröristler demokratiyanın bergen serbestliginden faydalanıp cemiyet ve azatlıqның iş bölünmesini bozmağa tırışkan.